Алаштың ерен тұлға асыл ері, үкіліміт, өшпейсің бейік, ендіренді қазағыма бір жақсылық етемін деп алғашқы ата заңын жазып кетті. Халқымның батыр тұлға асыл ері, артынан өрісі кең халқы ерді. Кең даланың еш пұшпағын бермеймін деп ұлт мүддесін бересіздерге мол көтерді. Бүгінгі күн бақыт мекен қазақ елі, қазағымның бақ жанған бақ мекені, Барлыбек атамыздың есімі берілген мектебіміз бір белеске көтерілді. Söz кезегі беріледі. Армысыздар, қадірлі Барлыбек Сырттанұлы әкемнің есімін еленген мектеп ұжымы, қадірлі Айман Төлепбергенқызы және қадірлі жас түлектер. Бүгін сіздер ұлтымыздың тарихындағы айрықша орны бар маңызды күнде мектеп бітірген аттестат куәлігін алғалы тұрсыздар. Осыдан 110 жыл бұрын 1911 жылдың 13 маусымында қазақтың мықты заңгер, ғалымы, демократ, ұстазы Барлыбек Сырттанұлы Санкт-Петербург қаласында қазақ елінің уставы деген ең алғашқы еңбегін жазған. 1914 жылдың 26 қарашасында 48 жастағы қазақтан шыққан зор интеллигент осы Алматы облысының тумасы атақты ғалым Барлыбек Сырттанұлын патшалық билік атып тастады. Содан кейін бұл кісінің есімі еленбей тарих сахнасынан мүлде ысырылып өшіп қалған болатұғын. Мен де сіздердей түлек болып Арасан ауылындағы Барлыбек ата мектебін бітірдім. Содан бері мен мектеп бітіргеніме биыл 10 жыл екен. 10 жылда Аллаға шүкір біраз белестерге жеттім. Сіздердің де сондай үлкен биік белестерге жетіп, Қазақстанның көк туын желбіретіп, үлкен азамат пен азаматша болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Осы мектептің атын бірге шығара берейік. Құдай қаласа,
келесі жылы осы мектептің 1-ші және 11-ші сынып оқушыларына үздік оқитын оқушыларға Барлыбек Сырттанұлы атындағы стипендия тағайындауға және мектептің ішінен Барлыбек ата музейін, кабинетін жасақтауға және шама шарқымыз жеткенше мектептің безендірілуіне, көркемделуіне барынша үлесімізді қосуға дайынбыз. Сондықтан мектеп оқушыларына, ұжымына, ата-аналарына тек қана жақсылық, амандық тілейміз. Қазақстанның тәуелсіздігі тұғырлы болсын. Әрқашан ашық аспан астында ойнап күліп, тәуелсіз еліміздің болашағы үшін қызмет ете берейік. Осы мектептен кілең, алғыр, интеллигентті, IQ жоғары, Қазақстанның дамуына зор үлес қосатын мықты азаматтар шыға берсін. Қазақстандағы ең таңдаулы 100 мектептің бірі болсын. Соған тілекшімін. Қазақстан Республикасы үкіметінің дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Тоқтарбай Елдос Нүсіпұлына және Барлыбек Сырттанұлы атындағы номер 25-ші орта мектеп директоры Қабдығалиева Айман Төлепбергенқызына табысталады. Мектеп бітіруші түлектерге орта білім туралы аттестатын тапсыру құрметті мектеп директоры Қабдығалиева Айман Төлепбергенқызына беріледі. Интернет олимпиадасында информатика пәнінен жақсы нәтиже көрсеткен оқушы.
Мәңгілік ел Қазақстаным атты өнер байқауында қолөнерден көрсеткен шеберлігі үшін бірінші орын иегері. Бейсенбетова Жұлдыз Елтайқызы. Волейбол, теннистен қалалық жарыстардың жеңімпазы. Қашықтық интернет олимпиадасында математика, орыс тілі пәндерінен жақсы нәтиже көрсеткен оқушы. Дәулетхан Серік Мақсұтұлы. Футболдан қалалық турнир екінші орын иегері. Дарханова Ақбота Дархановна. Халықаралық қашықтық олимпиадасында математика пәнінен жақсы нәтиже көрсеткен. Кіші ғылыми академия жобасы этномәдениет үшінші орын иегері. Облыстық қалалық дарлы ғылыми жоба тарих пәнінен үшінші орын иегері. Жандос Самат Бейсенбекұлы. Кио қашықтық олимпиадасында математика пәнінен жақсы нәтиже көрсеткен оқушы. Жұмаш Ерел. Футболдан қалалық облыстық турнирден бірінші орын иегері. Жанабекова Алина Нұрболатовна. Волейболдан мектепшілік жарыстардың жүлдегері. Қасымжанова Ажар Селихжановна. Қазақ әдебиеті пәнінен мектепшілік олимпиада жеңімпазы. Облыстық ғылыми жобалар байқауының алғыс хат иегері. Қазибаева Әсел Арманқызы. Қашықтық интернет олимпиадада орыс тілі пәнінен жақсы нәтиже көрсеткен оқушы. Қыдырмолда Айжан Алтайқызы. Мектепшілік қыз сыны байқауының жеңімпазы. Магазова Аружан Маманбековна. Мектепшілік екі жұлдыз байқауының жеңімпазы. Манапбаева Әсел Жайдарханқызы. География пәнінен мектепшілік пән олимпиадасының жүлдегері. Мерей Нәуара. Аудандық абай оқулары екінші орын. 5-ші республикалық атадан мұра байқауынан бірінші орын. Облыстық өркениет пен өнер атты графика және жобалау номинациясы бойынша қылқалам жарысынан екінші орын иегері. Рахметов Нұрсұлтан Асхатович. Қазақ әдебиеті пәнінен мектепшілік әдеп олимпиада жеңімпазы. Сүлеймен Әрсен Саятұлы. Аудандық олимпиада математика пәнінен үшінші орын иегері. Кио қашықтық олимпиадасында математика пәнінен жақсы нәтиже көрсеткен оқушы. Рускелді Аяжан Маратқызы. Ағылшын тілі пәнінен мектепшілік олимпиада жеңімпазы. Төлеуқасымова Мерей Жеңісқызы. Мектепшілік қыз сыны байқауының жеңімпазы. Төрехан Аружан Мәлікқызы. Қашықтық олимпиадасының үздік нәтиже иегері. Халық Альбина Айдынқызы. Қашықтық интернет олимпиадасында жақсы нәтиже көрсеткен оқушы. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау және басшылық жасау директордың оқушы жөніндегі орынбасары Искаковқа жүктелсін. Мектеп директоры Айман Қабдықалиева. Мектебім, аяулы мектебім,
Данабекова Толғанайға және облыстық қалалық олимпиада жүлдегері Батыржанұлы Алинұрға тапсырады. Үмітті ақтап сеніммен орнымызды басар деп, білімнің алтын бұл кілтін тапсырамыз сіздерге. Қанатын қағар ақ жолдан болыңдар сендер жаңарпақ, білімнің алтын бұл кілті сіздерден бізге аманат. Сенімді ақтап әрдайым көрінер әркез биіктен. Жарқыраңдар жұлдыздай, қарасын жұрттан ырқап, шаттықтан тіпті қуанып, сәт сапар болсын жолдарың. үлкен өмірмен қауышуыны. Осыдан 11 жыл бұрын сіздер өздеріңе жаңа ғана ақ жол тілеген бүлдіршін секілдедіңдер. Міне бүгінгі қоңырауыны сендерге үлкен өмір есігін ашты. Осы жан тебіретер сәтте түлектер жүректері не дейді?